Сіз миллионерсіз бе? Қазір жоқ. Ал сіз болғыңыз келе ме? Болсам деп болашақта үміттенемін. Не істеп жатқаныңызға сеніңіз, оны жақсы көріңіз. Адамдардың сізді қалай қабылдағаны маңызды емес, маңыздысы қарапайымдылығыңыздан танбаңыз. Маған бұл сөйлем қатты ұнайды. Өмір шоколад қорабы сияқты, ішінде қанша шоколад барын білмейсіз. Мен өте кедей отбасында дүниеге келдім. Менде ешқашан жақсы білім болмады. Мен 3 рет университетке түсуге тырыстым, және әр жолы сәтсіздікке ұшырадым. 30 рет жұмысқа тұруға тырыстым, бірақ барлық жерді қабылдамады. Мен полицияға бардым. Жоқ, сен бізге лайық емессің деп мені шығарып салды. Мен жұмысқа тұруға тырысып көрдім. Тіпті үйдің жанынан ашылған KFC-ге бардым. 24 адам өтініш білдіріпті. 23-ші қабылданды, мен ғана жұмыссыз қалдым. Полицияда да дәл солай. 5 адам бірдей кірдік, 4-еуі қабылданып, мені жұмысқа алмады. 10 рет Гарвардқа тапсырдым, және әр жолы бас тартты. Олар тіпті менімен сөйлескісі де келмеді. Ол кезде мен үшін өте қиын болды. Мен депрессияға түсіп кеткен кездерде болды. Мен айына $10 алдым. Бұл оңай емес, бірақ мені бір нәрсе күтіп тұрғанын сездім. Ол үшін көп жұмыс істеуге тура келді. Мұндайда оны өзіңізге дәлелдеу үшін жұмыс жасаңыз. Мен өзімді ешқашан ақылды деп санамадым. Менде ақша дағдылары жоқ екенін түсіндім. Жоғарыдағылармен байланыстарым немесе ықпалды туыстарым да жоқ еді. Қазір бәрі маған сен данышпансың, сен ақылдысың деп ойлайды. Бірақ 94-ші жылы маған ешкім олай айтпады. Менің бай болатыныма ешкім сенбеді. Бәрі бұл жігіт жынды, оның басында бірдеңе бар деп айтты. Содан кейін мен бір нәрсені жүзеге асырғым келетінін мәлімдедім. Интернеттен 23 адамға телефон соққым келді. Маған бұл ақымақ идея екенін айтты. Біз тіпті интернет туралы да естіген жоқпыз. Сіз тіпті компьютер туралы ештеңе білмейсіз деп мені райымнан қайтарғысы келгендер де болды. Содан 30-40-тан астам адаммен кездесулер өткіздік. Әлеуетті инвесторлар, олардың барлығы бізден бас тартты. Бізге ешкім сенгісі келмеді. Барлығы дерлік бұл істің менің қолымнан келмейтінін айтты. Бірақ сіздің идеяңыз жақсы деп ойласаңыз, бірге бола алатын адамдарды табыңыз. Бұл адамдар сізге сенетініне көз жеткізіңіз. Идея, инвесторларға сіздің ғана сенгеніңіз маңызды емес. Оларға сіздің командаңыз, отбасыңыздың сенгені маңызды. Сіз бен командаңыз сеніп тұрған іске инвесторлар аямай қорықпастан ақшасын салады. Біз 18 компания құрылтайшысының басын қосып $50,000 жинап жұмысты бастадық. Командада 3 адам ғана компьютердің не екенін біледі. Қалғандары интернеттің не екенін де түсінбейді. Бізге сол кезде көп айтты. Alibaba бұл қорқынышты бизнес үлгісі. Біз түрлі мәселелер мен кемшіліктерді атап өттік. Біздің бизнес идея ол ешқашан жүзеге аспайды деп айтылды. Мені барынша қорқыныш баса бастады. Бірақ біз оларды тыңдамай мақсатымызға қарай жылжыдық. Ешқайсымыздың ата-анамыз бай болған жоқ. Ықпалды туыстарымыз, банктерде ақшамыз болған жоқ. Және үкіметте ешқандай байланыстарымыз да жоқ еді. Біз жай ғана өзімізге ғана сендік. Біз не істеп жатырмыз және ортақ табысқа жету үшін жұмыс істедік. Біздің компания алғашқы 3 жылында бизнестен $1 пайда алған жоқ. Мен ол кезде таза ынтаммен, болашаққа деген сеніммен жұмыс істегенмін. Біздің компанияның алғашқы 5 жылында осы компанияны қалай тірі алып қаламын деп көп ойладым. Сол кезде мен адамдарға мұның керек екенін айттым. Өзгелердің де табысты болғанын қатты қаладым. Мынадай бір оқиға басымнан өтті. Бір мейрамханаға түскі ас ішуге келдік. Мен шотты енді төлей бергенімде, даяшы төленген шотты қолыма әкеліп, «Мырза, сіздің шотыңыз біреу төлеп қойды» деді. Қағазда, «Сәлеметсіз бе ма мырза? Мен сіздің Alibaba Group компанияңыздың тұтынушысымын. Мен сіздің бұл компанияда көп ақша таппағаныңызды жақсы білемін. Сондықтан мен сіздің есеп шотыңызды төледім» депті.
Содан кейін мен түсіндім, вау, менің бизнесім көптеген адамдардың жақсы өмір сүруіне өзгеріс әкеліп жатыр екен ғой деп қатты қуанып шабыттана түстім. Мені алаңдататыны қазіргі жастардың көптігі үмітін жоғалтады. Өзіне және болашағына деген сенімін жоғалтады. Біз бәріміз осыны бастан өткереміз. Басым көпшілігі басындағы тосқауылдан тоқтап қалады. Бұны осылайынан қабылдау өте қиын. Көптеген адамдар депрессияға түседі. Бірақ бұл өмірде мен сияқты 30-дан астам бас тарту алған адамдар көп деп ойламаймын. Менің сырым қарапайым, мен ешқашан берілмеймін. Мен Форрест Гамп сияқтымын, күресуді жалғастырамын, өсе беріңіз және ешқашан шағымданбаңыз. Түсінесіз бе, не қаласаңыз сол істе көп жұмыс істеуді жалғастырыңыз. Сізде көп мүмкіндіктер болады. Табысты адам мен сәтсіз адамның айырмашылығы, менің ойымша, бұл жай ғана сәтсіздікке ұшыраған жағдайда өздерінен жеңілген адамдар өзгелерді кінәлап, қайғырумен болып, ақырында істі тоқтатады. Олар қателіктен жаңа дүниелер үйренгенін түсінбейді. Сондықтан уайымдамаңыз. Сіз жасаған әрбір қате сіздің капиталыңыз, сіздің тамаша сыйыңыз. Бүгінде әлем қиындықтар мен мүмкіндіктерге толы. 30-дан 2000 жыл бұрын әлем қиындықтарға толы болды және мүмкіндіктер көп еді. Мен алдағы 2000 жылдан кейін де әлемге сенімдімін. Ол кездерде де қиындықтар мен мүмкіндіктерге толы болады. Барлығы бұл сіздің оған қалай қарайтыныңызға байланысты. Менің ойымша, мүмкіндіктер әрқашан табылады. Қиындықтан адам піседі. Егер сіз қиындықтарды жеңе алсаңыз, сіз табысты боласыз. Қаншалықты қиын сынақтан өтсеңіз, сіз соншалықты үлкен сабақ аласыз. Мен мұны өзіме де жас жігіттерге де айтатынмын. Егер сіз 20 жасар студент болсаңыз, аз ғана тәжірибе алу үшін әртүрлі нәрселерді көріңіз. 25 жаста қателессеңіз, уайымдамаңыз, құлап түстіңіз, құладыңыз, тұрыңыз. Ләззат алыңыз, сіз небәрі 25-тесіз. Шағын компанияға жұмысқа тұрып, ірі компаниялардағы жұмыс процестерін зерттеу керек, өйткені сіз үлкенірек машинаның бөлігісіз. Бірақ шағын компанияда сіз жұмыстан ләззат ала аласыз. Сіз армандауды үйренесіз, орындауды үйренесіз. Бір уақытта көптеген заттарды үйренуге болады. 30 жаста енді қай компанияда екеніңіз маңызды емес. Сіз барсаңыз, қай бастыққа баратыныңыз маңызды. Жақсы бастық сізге көп нәрсені үйретеді. 30 бен 40 жастың арасында сіз нақты шешім қабылдауыңыз керек. Сіз өзіңіз үшін жұмыс істеуге дайынсыз ба? Сіз өзіңізді кәсіпкер көре аласыз ба? 40-тан 50-ге дейін бір салаға шоғырлану керек. Сіз қай бағытта өзіңізді мықты экспертпін деп санасаңыз, сол бағытты дамытыңыз. Әр салаға секірудің қажеті жоқ, себебі кеш, әрі сәтсіздікке ұшырау қаупі тым үлкен. Сонымен 40-тан 50-ге дейін сіз алған дағдыларды пайдаланыңыз. 50-ден 60-ға дейін жастарға жаңа жұмыс ұсыныңыз. Өйткені жастар сізден де көп нәрсе істей алады. Ал 60-тан асқан кезде өмір сүре бастаңыз. Өмірдің ләззатын сезініп, жағажайда демалыңыз. Ендігі бірдеңені өзгерту саған тым кеш. Біз бәріміз әртүрліміз және әрқайсымыз бірегейміз. Сонымен бұл сіздің бірегей жолыңыз болуы керек. Сіздің ең жақсы капиталыңыз бұл сіздің жастық шағыңыз. Ешқашан шағымданбаңыз. Басқалар шағымдансын, шағымдану жеңілгендердікі. Сізге тағы не жетіспейді деп көбірек ойланыңыз. Басқалардың өмірін өзгерту үшін тағы не істей аламын деп жиі ойланыңыз.